Сәлем баршаға. Бүгін сіздерге өгей өмірдің екінші бөліміне қысқаша шолу жасап беремін. Яман Неслиханға өзінің шашын кесіп беріп, ДНК тестін жаса дейді де өзі полицияға барып беріледі. Полиция бөлімшесінде оны сұрақтың астына алып жатқан кезде Неслихан келіп, Яманның еш кінәсі жоқ, болған оқиғаның бәрі аяқ астынан болды деп Яманды ақтайды. Сөйтіп полиция Яман мен оның достарын жіберіп жібереді. Полиция бөлімшесінде Неслиханның әкесі, яғни Яманның атасы, оларды өзінің көлігіне отырғызып алып, оларға ақша ұсынады. 3 күннің ішінде осы жерден аяқтарыңды жылтыратасыңдар, әйтпесе істерің менімен болады дейді. Жесур ақшаны алып кеткісі келеді, бірақ Яман оған ақшаны алдыртпай, біз ешқайда кетпейміз деп барлығы үйлеріне қайтады. Неслихан Яман берген шашқа қарап, ДНК тестін жасатайын ба, жасатпайын ба деп отқанда, ол жерге Шебнем келіп, барлығын алады да қоқысқа тастап, ол балаға сенбе, ол ақша үшін бәріне дайын деп кетіп қалады. Жолай кетіп бара жатқанда Серханды көреді. Мен сені құтқарып қалдым, аз болмағанда әйелің ана баланың шашын алып, ДНК тестін жасатпақшы екен дейді. Яман достарымен үйіне келеді. Жесур оған не үшін оны ақшаны алмадың? Ақшаны алатын едік те Анталияға кетіп қалатын едік. Үмітті емдететін едік. Сен өзіңше болып ақшаны алмадың. Қайдағы арнамыз, қарнымыз ашып, аузымыз сасып жүргенде деп айтып қоймайды. Сол кезде Яман жынданып кетіп, доғар дейді де үйінен шығып кетеді. Ертесі Яман жұмыс істеймін деп өзінің қоқыс арбасын сүйретіп Үрияның үй жағына келіп, екеуі әңгіме айтып тұрғанда жандарына Алаз келіп айқай-шу шығарады. Серхан шығып қалып Алазды үйіне қайтарады. Яман үндемей тұра береді. Кешкісін Яман нан алуға шыққанда Серхан өзінің адамдарымен келіп, Яманды өлімше етіп сабап кетеді. Әбден таяқ жеген, қан-жоса болған Яман біраз уақыт есінен танып жатады. Ол есін жиып бір бөлке нан алып, үсті-басы қан-жоса боп үйіне оралады. Яман төсектен тұрмай 3 күн жатады. Арада 3 күн өткеннен кейін әлгі шал келеді деп Жесур қорқа бастайды. Есік қаққан кезде ол Үміт пен Асиді алып бөлмеге қамайды да сендер шықпай отырыңдар деп өзі есіктің алдына барып тұрады. Яман орнынан тұрады да есікті өзі ашады. Есікті ашқан кезде Неслиханның әкесін көреді. 3 күннің ішінде бізге бұл жерден кетіңдер деп, енді бізді өлтіріп сабайтын шығар деген кезде жанындағы Неслиханды көреді. Ал олардың арқасында репортерлер тұрады. Неслихан Яманды құшақтап, ұлым Али дейді. Сөйтіп оның бетінен сүйеді. Сөйтсе Неслихан Яманның берген шашы бойынша ДНК тестін жасаған кезде өзінің ұлы болып шығады.